барлықтарыңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Менде бәрі жақсы деп айтқымақ келіп тұр. Негізі жақсы, шүкір Аллаға ғой, ешкім ештеңе болған жоқ. Бірақ мендегі прям бір галерея, мен енді полный телефонымды будто бы новый телефон алдым, и старый телефоным жоғалған сияқты болды да енді. И сол кәдімгідей қатты әсер етіп жатыр. Негізі прям білмеймін, инстаграмды не үшін өшіргім келді, инстаграмды өшіргім келді. Құрметті менің рекламодательдерім, біраз монтаждалмаған видеолар ішінде кетіп қалып, өшіп кетті. Барып енді видео түсіру керек болып жатыр, бір-екі жердің рекламасын қайтадан, және барлық контактыларды өшіріп кеттім. Необычно мен сохранить етпеймін, бірақ переписка вообще менде деген 2000 жылдан бері тұрған чаттар тұрда, мен переписка вообще өшірмеймін. В общем, солай, достар. Қандай, білмеймін, маған мотивация беріңдер, құрметті менің оқырмандарым, достарым, білмеймін кім болсаңыз да, осы стористі көріп отқан адам. Маған прям мотивация керек, прям білмеймін, өтірік болса да бірдеңе жазсаңыздар, кәдімгі маған мотивация болайын деп тұр негізі. Еще жұмыста да бір-екі проблемалар болып жатыр. По-моему, оқытылу керек маған. Қай жерде бар, жақын жерде аластайтын біреу бар ма? Еще адвокат керек маған, юрист. Если что, менде 2-3 жылдан бері негізі ол жағынан да проблема бар. Үйден деген мұздай, мұзы бар ішінде су алып шыққанмын ғой. Бірақ бұл кісі мұзы бар суды ішпейді де, жылы кішкене су ішеді. Соған кешеден қалған астында су бар екен, соған мені араластырып беріп жатыр едім ғой. Қарамай тұрған шығар деп қолым батырып қоямын ғой, нормально ма деп. Оказывается, қарап тұр екен ғой. Ол кімге деймін ғой, саған дейді ғой, саусағын тығып бүйтіп қояды ғой. Папам айтады ғой еще. Құсы манты пісірсек те аузымызға бүйтіп дәмін қараймыз ғой. Қандай тамақ пісірсек те әйелің қолы ғой, шүш. Ай, оңбайсың. Ойбай. Сол, кішкене продукт алайын деп, ет алайық деп шықтық. Қалайсыңдар, не істеп жатсыңдар? Очкиге қатысып жатсыңдар ма? Бұйырса қазір бір очкиді анықтай, бір 5 минуттан кейін. Ал, сәттілік.